Саламатсыздар ма, менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерге пирожки жасайтын боламын. Біреуін майға қуырамын, біреуін духовкада пеште пісіремін. Әуелі картопымызды пісіріп алып, оны езіп аламыз әбден шанышқының көмегімен. Оған жуамызды тураймыз уақтап. Сарымсағымызды тураймыз уақтап. Бәрін араластырып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды, сарымсағымызды салып. Турап жатқан жуам ұсақтап. Енді сарымсағым турайым ұсақтап. Осыны енді картопымызға саламыз. Бұрышымызды саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып, бәрін әбден араластырамыз. Енді оған менде дайын тұрған қамырым, осыны оқтаудың көмегімен илеп алып жатырмын. Осыған пісіп тұрған картоп пюресін саламыз. Әбден жасап алған немізге бәрін картопымызды саламыз, пюресін картоптың. Енді осылай шеттерін қысып шығамыз. Барлығын жасап аламыз осылай. Пирожкилерімізді. Міне духовкаға салатын пирожкилерім. Противенге салып жатырмын. Оған дейін газымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Мынау майға қуыратын пирожкилерім. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жұмсақ, дәмді болып шығады. Оған дейін майымызды да қойып қоямыз қыздырып. Қызып тұрған майымызға пирожкилерімізді пісіреміз. Газымыздың духовкасында қыздырып қоямыз. Оны да пісіріп аламыз қызып тұрған пешімізге. Осының бетін енді жұмыртқаның сарысымен майлаймыз. Противендегі пирожкилеріміздің бетін. Бәрін дайындап алдым. Енді осыны пісіреміз. Қызып тұрған майымызға саламыз пирожкимізді. Екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Міне пісіп тұрған пирожкилерім. Майға қуырылған. Міне жұмсақ осындай болып шығады майға. Мынау газге духовкаға піскен. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ас болсын баршаға. Рахмет. Сау болыңыздар.